Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 2023 жылдың 16 ақпаны. Түркістан облысы Шардара ауданы Көксу ауылында Қызылқұм каналындамыз қазір. Өкімет тарапынан Сырдария су қоймасында су тасқыны апатын қорғау шараларын күшейтіп жатыр қазіргі таңда. Ал Шардара ауданының билігі, Шардара ауданының әкімі Қайрат Жолдыбай, су басшысы Шардара ауданының Мүтәлиев Абай, Көксу ауыл әкімі осы су тасу қауіпіне байланысты Шардара ауданында қауіп төндіріп отыр. Неге десеңіз, міне ауылдарға су бөлу керек та бұлар. Қаншама диқандардың жерлері міне сол күйі қорғап жатыр мінекей. Ертең көктемде біздер жылдар тегін емес, ақшасына ақылы су алып жүргенбіз. Төтенше жағдайға байланысты мінекей су берілсін деген жоғарыдағы басшылар. Мінекей су жоқ. Бұл деген сөз қызметтерін асыра пайдаланып, Шардара ауданының халқына апатты жағдай тудыруда. Мінекей жоғарыдағы басшылар бас прокурор Берік Асановқа, ауыл шаруашылығы министрі Қарашүкеевке, облыс әкімі Дархан Сатыбалдиевқа, төтенше жағдай министрлерінің назарына. Мінекей сіздер осыны білсеңіздер, мінекей Шардара ауданында осындай тірлік болып жатыр. Мінекей шаруалар су сұрап жатыр. Ертең көктемде сәлде болсын, бізге сәл жеңілдік болсын, тегін су бөлініп жатыр екен өкіметтер мынандай жағдайға байланысты деп су бөлінеді деп, соған біз қуанып қалған едік өткендері. Сөйтсек, бұлар бізге су бермей отыр қазіргі таңда. Мінекей мына су қоймада не деген су мінекей. Қаяққа сыйдырарын білмей отыр, бірақ ақша сұрап отыр бізден. Былтырғы қарыздарың бар дейді. Енді бар, дұрыс. Басқа бір шаруалардікі бар, жағдай отбасылардікі былтырғы мақтаға байланысты. Енді жағдайлар төмен отбасылар төлей алмай қалғандар бар азын-аулақ. Соларды бұлар өндіріп алмақшы да. Енді білмеймін қалай екен. Біз су сұрап жатыр, су беріңдер десек, су жоқ дейді. Не деген су мынау? Апатты жағдайда тұр қазіргі таңда. Жоғарыдағы басшыларға, ел ағаларына, сіздердің назарларыңызға мінекей су жоқ, мүлдем. Соған біздерге мынау білсеңіздер деп отырмын ғой. Халықтың жан айқайы.